Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Қазақстан тарихы пәнінен өтетін бүгінгі күннің тақырыбы Қазақстандағы халықтар депортациясы. Сабағымыздың мақсаты 1930-1940 жылдарда Қазақстан территориясына депортацияланған халықтар туралы білім бере отырып, Қазақстанның көп ұлтты елге айналу себебі жайлы түсінік қалыптастыру. Депортация латын тілінен аударғанда қуғындау, көшіру деген мағынаны білдіреді. Шет ел тілінен енген сөздер сөздігінде депортация қылмыстық және әкімшілік жаза ретінде мемлекеттен қуылу, көшіру, жер аудару деген мағынаны білдіреді. Халықтар депортациясы белгілі бір ұлт өкілдерінің белгілі бір іс-әрекеттеріне байланысты қуылуы. 1920-1950 жылдары тұрғындарды күштеп көшіру сталиндік қуғын-сүргіннің негізгі құрамдас бір бөлігіне айналды. КСРО-да кең таралған жаппай қуғын-сүргіндік көші-қондардың төмендегідей түрлері қолданылды. Этникалық белгілері бойынша депортация, жазаланған халықтар, шекараларды тазалау, сенімсіз халықтар. Әлеуметтік таптық белгілері бойынша депортация 1934 жылға дейінгі кулактарды жер аудару кезінде келгендерді арнайы көшірілгендер спецпереселенцы деп атады. Саяси көзқарастарына байланысты 1934-1944 жылдары көшірілгендерді еңбек қоныстарындағылар деп атады. 1944 жылдан бастап арнайы қоныс аударылғандар деген атау қолданылды. Жоғарыда аталған күштеп жүргізілген депортациялардың ішінде мерзімі жағынан әлеуметтік таптық геноцид бірінші болып жүзеге асырылды. Кубань казактары, зиялылар, діни адамдар алғашқы большевиктік тәжірибенің құрбанына айналды. Одан кейін кулактар мен байларды тап ретінде жою басталды. Қазақстандағы халықтар депортациясы соғысқа дейінгі кезеңде және соғыс жылдары жүргізілді. 1936 жылы КСРО Халық комиссарлар кеңесі құпия қаулыларының негізінде Батыс Украинадан Қазақ АКСР-не 15 мың поляк және неміс шаруашылықтарын көшіріп қоныстандыру басталды. Олардың көп бөлігі солтүстік Қазақстанға, қалғаны оңтүстік Қазақстан облыстарына орналастырылды. Гитлер армиясының Польшаға басып кіруіне байланысты 1940-41 жылдары Қазақстан аумағына поляк ұлты өкілдерінің екінші толқыны көшіріліп әкелінді. Аталған кезеңде 200 мыңдай поляк Ақмола, Ақтөбе, Қостанай, Павлодар, солтүстік Қазақстан, Талдықорған, Жамбыл, Алматы облыстарына орналастырылды. Тоталитарлық тәртіптің құрсауына алғашқылардың бірі болып қиыршығыстық корейлер ілікті. 1937 жылдың күзінен 1938 жылдың көктеміне дейін қиыршығыстан Жапон шпионы деген жаламен корейлер көшірілді. 70 мың корей ұжымшары республиканың 8 облысында Қызылорда, Алматы, солтүстік Қазақстан, Атырау, Қарағанды, Қостанай, Ақтөбе, оңтүстік Қазақстанға орналасты. Олар балық кәсіпшілігімен және ауыл шаруашылығымен айналысты. Күрдтердің Қазақстанға депортациясы да соғысқа дейінгі кезеңнен басталады. 1937 жылдан бастап ешбір негізсіз, сенімсіз халықтар қатарына 7,3 мың күрд Армения, Әзірбайжан аумағынан көшіріліп, Орталық Азия мен Қазақстанға қоныстандырылды. 1938 жылдың қазан-қараша айларында Түркменстан, Әзірбайжан, Грузия және Армения аумағынан ирандықтар Алматы, оңтүстік Қазақстан облыстарына көшірілді. Солтүстік Кавказ өңірінен күштеп жүргізілген депортациялар өздерінің көлемі жағынан ауқымды болды. 1943 жылы Қарашай автономиялық республикасы жойылып, қарашайларды көшіру туралы шешім қабылданды. Жалпы саны 45,5 мың адам Қазақстанның Жамбыл және оңтүстік Қазақстан облыстарына қоныстандырылды.
Депортацияның қайғылы қасіреті балқарларға да жетті. 1944 жылы наурыз айында жалпы саны 40 мыңдай балқар солтүстік Кавказдан түгелдей көшірілді. 46,6 мың балқар оңтүстік облыстарға қоныстандырылды. 1445 жылы 406,3 мың шешендер мен ингуштар Қазақстанға көшірілді. 1944 жылы Орталық Азия мен Қазақстанға Грузиядағы күрдтердің екінші толқыны, 1948-50 жылдары үшінші толқыны күштеп көшірілді. 1944 жылы мамырда 50 эшелонға тиелген татар ұлты өкілдері түгелдей Қырым АКСР-нен қуылып, Қазақстанға 4501 татар, 7000-дай болгар мен гректер әкелінді. 1944 жылы Қарашада Грузияның оңтүстік батыс аудандарынан месхеттік түріктер депортацияланды. Қазақстандағы халықтар депортациясының нәтижесі: 1939 жылғы санақ бойынша Қазақстанда 6,9 миллион адам тұрса, соғыс аяқталғаннан соң көшіп келген және депортацияланған халықтар есебінен бұл көрсеткіш шамамен 7,5 миллион болды. Жергілікті халықтың үлес салмағы 1939 жылмен салыстырғанда 38%-дан 30%-ға дейін кеміп кетті. Күштеп қоныстандырудың зардабы өлшеусіз еді, оны басынан өткізгендер ешқашан ұмытпайды. Депортацияланған халықтар өмір сүрген жерлерінде барлық дүние мүліктерін тастап кетуге мәжбүр болды. Жүздеген мың сенімсіз халықтар, оның ішінде қарттар, әйелдер мен балалар, мал немесе тауар таситын вагондармен әкелінді. Қоныстанушылар арасында эпидемиялық жұқпалы аурулар, іш аурулары, қызылша, дизентерия кең тарап, оба және тырысқақ аурулары күшейді. Климаттың күрт ауысуы, өте ауыр тұрмыстық жағдай, нашар тамақтану, антисанитарлық жағдайда өмір сүру қоныс аударушылар арасында өлімді көбейтіп жіберді. Зорлықпен көшірілген халықтар қилы заманда қазақ өлкесінен пана тауып, ұлттық ерекшеліктерін сақтап қалды. Түрлі қиыншылықтарды бастан кешіріп, көп ұлтты қазақ өлкесінен өздеріне лайықты орын алды. Тақырып аясында алынған теориялық білімді игеру үшін студенттер келесідей тапсырмаларды орындасаңыздар. Бірінші тапсырмада хронологиялық тәртіпте депортацияланған халықтарды саяси тарихын сипаттап санын көрсетесіздер. Синквейн әдісін қолдану арқылы екінші тапсырманы орындайсыздар. Ережесі: бірінші, негізгі тақырыпты ашатын бір зат есім келтіресіздер. Екінші, негізгі ойды білдіретін екі сын есім сипаттайсыздар. Үшінші, іс-әрекетті сипаттайтын үш етістік жазасыздар. Төртінші, белгілі мәнге ие сөз тіркесі немесе сөйлем құрастырасыздар. Бесінші, зат есім формасында қорытынды шығарасыздар. Тақырып бойынша алған білімді бүгінгі сабақта үйрендім, бүгінгі сабақта білдім, бүгінгі сабақтан кейін білуім керек деген кері байланыс жасаймыз. Осымен біз бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.